Бәріңізге сәлем. Бүгін дәмді чак-чак жасайтын боламыз. Ол үшін оның жарты бөлігіне жұмыртқа, тұз және ас содасын салып араластырамыз. Сосын қалған ұнды қосып қамыр елейміз. Салафанға орап 30 минутқа қойып қоямыз. Сосын ұн себе отырып қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Видеодағыдай кесіп алып, өте майда етіп тураймыз. Себебі құрамында сода болғандықтан пісіргенде 2 есеге ұлғаяды. Қызып тұрған майда қызғылт түске енгенше қуырып аламыз. Енді сироп жасайық. Шекерге су құйып, газда ерітіп аламыз. Қозғап тұру керек. Беті аздап көпіршіген соң балды қосамыз. Дайын болған соң піскен чак-чакқа құйып жақсылап араластырамыз. Мен 16 сантиметрлік кольцоға саламын. Бірден ыдысқа салып қойсаңыздар да болады. Сосын қолымызды сулап, бетін аздап басып тегістеп аламыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Чак-чагымыз дайын, сондай дәмді, оңай жасалады. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және видеоларым ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.